Барлықтарыңызға сәлем, мен салмақ тастап жүрген кезде патшуба салатын дәл осылай дайындаймын. Майлы майонездің орнына мен 2% грек йогуртын пайдаланатын боламын. Оның майлылығы өте аз және бұл салатты жегеннен кейін ешқандай салмақ қосылмайды. Ең алдымен балықты тазалап турап алдым, одан кейін барлық көкөністерді теркадан өткізіп дайындап алдым. Енді грек йогуртын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз қосып, дайындап аламын. Бұл салатты әдемі дөңгелек формада дайындағым келді, бірақ менде арнайы форма болмады. Сол үшін майонездің ыдысынан осылай кесіп дайындап алдым. Ары қарай патшуба салатын өзіміз білетіндей дайындай береміз. Ең алдымен балықты салдым, оның бетіне кішкене қызыл пияздан салып жібердім. Жаңағы грек йогуртын қосып, осылай бетіне жағып шығамын. Ары қарай картошка мен морковьті кезекпен салып отырып, барлығын орналастырамыз. Олардың арасына майонездің орнына осындай грек йогуртын жағатын боламыз. Картошка мен морковьті 2 слойдан салып шықтым. Ең соңғы слой свекланы салып, оған да грек йогуртын жағамыз. Барлығын жағып болғаннан кейін формамызды аламыз. Салатымыз дайын. Салаттың бетін петрушкамен және де жұмыртқамен әдемілеп қойдым. Салмақ тастап жүрген болсаңыз да дәмді тамақтардан бас тартпай, жегіңіз келген тамақтың барлығының осылай ПП версиясын дайындауға болады. Егер рецептім ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.